Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздерге мраморлы печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай, өте дәмді, керемет болып шығады. Алдымен менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, үстіне құмшекерімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Мендегі қолдың жұмыртқасы кез келген жұмыртқа бола береді. Дәл осылай кішкене араластырып, осының үстіне сұйық майымызды қосып, тағы да араластыратын боламыз. Мен ингредиенттердің граммдарын описанияға жаза кетемін. Енді осының үстіне біз ұнымыздың үстіне аздап тұзымызды, қопсытқышымызды және де какаоымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де осы илегіштен өткізіп, сұйықтықтың үстіне салатын боламыз. Өте оңай, достар, міндетті түрде жасаңыздар. Менің балаларым, жолдасым өте қатты жақсы көреді. Егер осы печеньені жасайтын болсаңыздар, дүкеннің печеньесін алмайтын боласыздар. Бұған сенімді түрде айта аламын. Дәл осылай барлығын елеп, қасықтың көмегімен немесе силиконовый лопатка, қолдың болсын, жұмсақ қамыр жасап аламыз. Дәл осылай бізде осындай масса шығуы қажет. Енді осыны 1 сағатқа холодильникке қалдырамыз. Міндетті түрде бетін жауамыз. Бізде 1 сағат өтті. Дәл осылай қолдың көмегімен домалақтап шығатын боламыз. Енді осына сахарный пудра, яғни қант ұнтағының үстіне аунатып шығатын боламыз. Дәл осылай бір-бірлеп салып, біздің пешімізді қыздырып дайындап қоятын боламыз. Және де пергамент қағаз төсеп, біздің тапамызға жайғастыра беретін боламыз. Дәл осылай міне кез келген формада жасай бересіздер. Маған осындай домалақ болған ұнайды. Міне тағы да көрсетіп кетейін. Өте қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болып шығады. Қант ұнтағына қаттырақ батырып, малып қоя беріңіздер. Қатты тәтті болып кетпейді. Қайтаға ерекше көрініс беріп тұрады. Міне барлығын жасап алдым. Енді 170 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Біздің печеньеміз пісті. Міне өте жұмсақ, дәмді, керемет болып шықты. Міндетті түрде жасаңыздар. Дастарханыңызға да өте көрік береді. Сіздермен болған Әйгерім. Менің каналыма жазылып кетуді, басқалармен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.